Жақшылар, күндүлүү подписчиктер менің каналымның австрийский алтайзыдыға көрір. Бұл өзі улус десе вакцинация келген. Бұл жердің ады Баден инфцентрум көрір. Бейірі басамынды көріш жараш көрттірмі. Оның тұғылымды ғамы құлыстарына айтырлап кет ешкі жетірі. Жүз бежен керек жып болыр арғалу деп жоты оңымлане. Оның десе де озоғы менің вакцинациям десе 15 июньда болған, сілер оны көргенер. Емді десе екінші вакцинация өйдір. Вот. Бұл емді сөзе бесплатный болар. Оның ұлам менді ұлысқа, оры басқа тұрған ұлысқа бұл десе қошты соғылым ба делбелі. Ненің үшін Pfizer вакцинаның бағасы где-то 35 евро шығыштыры. Оның ұлам десе темен керлештерімді өзе қычыр театрым. Уры бағар, кичен жүрер, қол бұтты жонтырар, маска кейтірар, оның қолды десе самынлы, оның дезинфекционный средства обрабатываться етіп тұрар. Ғанай менің бұл вакцинам ежен тұрым противопоказаниялар, всякие побочные эффекттер болбой деп ежен тұрым, мен де өсе жақшы. Мен десе бойына белгілі бері үш келім. Мен өтшісін десе үшінің машыласын ғаны плаш жада тұлайдады. Демен көп сабасында жайғы өйді, ішті бейтран өйді велікті жорықтап тұрмын. Албадан ұттырыпты. Ненің үшін десе менсілер жаштап айтып берейін, басы бір аты. Мен да Австрия кейлі сеймір баштағам. Жақшы ұсақ белеттеп жат, суғадық жүрім. Онан сеймір баштаған, как Америкада іштеген өйді. Үшін десе меге врачтар айтты, айдарладеншілер чеберленер. Онан ұлам десе спортлы ұлам қашылы күн занимация етіп тұрарды. Ондай жақылталарды көрір ба. Ондай солым жер болар. Емді арайна ұлыс қиымықтан лалап тұру. Оны вакцинацияны өткен кейінен басы бір атабай дейірім.